Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 5 сынып оқушыларына 7-8 тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Оқушылар, бүгін біз тоқтап отам, атаң келеді артыңда деген тақырыппен танысамыз. Тапсырма, айтылым, диалог. Төмендегі суретке қараңдар. Суреттегі сотқар баланың әрекеті туралы сөйлесіңдер. Жалпы және жалқы есімдерді қолданыңдар. Сәлем, сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Менде бәрі жақсы. Кешегі Айдостың әрекетін естідің бе? Иә, әжем айтты. Маған айтып берші. Жақсы. Айдос велосипедпен бағдаршамға қарамай жаяу жүргіншілер жолын қиып өткен. Бұл өте қауіпті ғой. Иә, көлік қағып кету қаупі бар ғой. Иә, жолда жүру ережесін сақтайық. Екінші тапсырма оқылым айтылым тапсырмасы. Бата тілекті мәнерлеп оқы, мұғалімнің көмегімен. Онда не туралы айтылып тұрғанын түсін. Батаны кімнің қашан беретінін айтыңдар. Батаны аталар, әжелер, жалпы қатарлы үлкен кісілер береді. Бата қуаныштың ретіне қарай беріледі. Отбасына амандық, молшылық тілеп, күнделікті дастархан басында беріледі. Жастарға өмір, бақыт, білім тілеу, сапарға шыққандарға ақ жол тілеу. Тойларда тойдың себебіне байланысты тіл ашар, тұсаукесер, бесік той, шілдехана, құрбан айт, ораза айт, туған күн, үйлену тойының баталары, бата мен тілек ұқсастығы жақсы тілектер айтылуы. Айырмашылығы батаны бір адам береді, тілекті барлық адам айта береді. Үшінші тапсырма тыңдалым айтылым тапсырмасы. Актер Сәбит Оразбаевтың орындауындағы тоқтап отам, атаң келеді артыңда әнін үнтаспадан тыңдаңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ, бұл әнді бұрын тыңдап па едіңдер? Жоқ, бірінші рет тыңдап отырмын. Екінші сұрақ, ән кімге арналған? Ән жастарға арналды деп ойлаймын. Үшінші сұрақ, бұл әннің сөзін кім жазған? Олар туралы не білесіңдер? Мұқағали Мақатаев жазған. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында туылған. 27 наурыз 1976 жылы Алматы қаласында қайтыс болған. Шын аты Мұхаммед Қали. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманына лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Төртінші тапсырма тыңдалым жазылым. Өлеңді тыңда, мәнерлеп оқы. Бұл жерде өлең мәтінінен жалпы есімдерді тап, оларды теріп жаз. Бота, ата, қарт, сәби, болашақ, қыран, алтын. Өлеңде үлкен кісілерге құрмет көрсету керек екенін жастарға жеткізеді. Бесінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Сөздікті пайдаланып мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің аудармасын тап. Қалжыраған, мысқылын, сағымда, жарықтың сиялы, бейқам. Алтыншы тапсырма оқылым айтылым тапсырмасы. Мәтін бойынша берілген ақпараттың дұрыс не бұрыстығын анықта. Өлең әкесі мен баласы туралы. Қате, өлең үлкенді құрметтеу туралы. Дұрыс. Әкесі баласына кеңес береді. Дұрыс. Атасы немересіне кеңес береді. Жоқ. Үлкендерге жол берсек, олар саған бата береді. Дұрыс. Үлкендерге жол берсек, олар саған тәтті береді. Жоқ. Қарт адам баланың әкесі мен анасын өсірген. Дұрыс. Олар бір отбасында тұрады. Дұрыс. Атасы бұрын көп ертегі айтып берген. Дұрыс. Жетінші тапсырма оқылым айтылым тапсырмасы. Берілген сөздерді оқы, екі бағандағы мағынасы ұқсас синоним сөздерді тауып сәйкестендір. Бірінші ата, қарт ұл. Екінші ботам, балам. Үшінші сәт, уақыт. Төртінші мысқал, аз кішкене. Бесінші бағбан, жеміс ағашын өсіруші. Алтыншы киімесін, ренжімесін. Артында, соңында, дана, ақылды. Сегізінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Тоғызыншы тапсырма жазылым. Мәтін мазмұнынан әкесінің атынан баласына арналған қысқаша хат түрінде жазыңдар. Жалқы есім сөздерді қолданыңдар. Хатта қазақтың үлкен кісілерінің баланы еркелету сөздерін пайдаланыңдар. Хат, шырағым, үлкендерді
кез құрметтеп батасын алып жүр. Айналайын, уақыт өте жылдам өтеді екен. Кеше ғана кіп-кішкентай сәби едің, бүгін үлкен азамат болдың. 10-шы тапсырма жазылым айтылым тапсырмасы. Ата, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе құлыным? Ата, қолыңыз бос па? Сізге өтінішім бар еді. Маған мектепте Астана туралы шығарма жазу керек еді. Маған Астана туралы айтып бересіз бе? Әрине балам, жазып ала ғой. Астана тәуелсіз елдердің бас қаласы, отанымыздың жүрегі, мәдениеттің ошағы, ғылым мен білімнің ордасы. Арқаның төрінде сылдырап аққан есілдің жағалауында орналасқан айбынды астанамыз биыл 20 жасқа толды. 11-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Берілген жалпы есімдерді жекеше түрде тәуелдеп жаз. Ата, бала, жол. Менің атам, балам, жолым. Сенің атаң, балаң, жолың. Сіздің атаңыз, балаңыз, жолыңыз. Оның атасы, баласы, жолы. 12-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Атаңды жеңіс күнімен құттықтап ашық хат жаз. Ата, сізді 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі де, елордамыздың гүлденуі де осынау мерекенің жемісі. Бүгінгі ұрпақ аға буын ардагер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып бой түзейді. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек. Баршамыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілеймін. 13-ші тапсырма. Ата, салтым, асыл мұрам, ардағым, бабалардың жалғастырар арманын, сан ғасырда қалпын бұзбас қадірім, өткенімді бүгін менен жалғадым. Сау болыңыздар.